Қазақстан премьер-лигасы 12 команда және тек қана бір ғана клуб қалатын болады. Бұл Қазақстан клубтарының орналасқан жерлері өкінішке орай Ордабасы клубы мен Қайсар клубы жоқ. Ойын шарттары өте оңай. Колесо Фортуна кез келген бір клубты таңдап және оның қай клубқа қарсы ойнайтынын көрсететін болады. Жеңген команда қарсылас команданың жерін өзіне алып алатын болады. Ойын шарттары түсінікті деп ойлаймын. Ендеше кеттік. Бізде бірінші клуб болып ойнайтын ол Жетісу клубы және Жетісу клубы бізде Қайратқа қарсы ойнайтын болады. Әрине Қайрат өте мықты команда және қазір бірге кімнің жеңетінін көретін боламыз. Және бізде жеңген клуб ол әрине Қайрат. Және Қайрат 115 минутта әрең жеңіске жетті және Қайрат клубының шекарасы осындай. Және келесі болып ойнайтын клуб бізде бұл Астана клубы және Астана клубы бізде Оқжетпеске қарсы ойнайтын болады. Оқжетпес клубы әрине қатты бір мықты клуб емес, бірақ бұл FIFA және сенсация орын алды және Астана клубы жеңіліс тапты. Оқжетпес тек Астананы жеңіп осындай үлкен аумаққа ие болды. Үшінші клуб бұл бізде Қайрат және Қайрат Өскемен қаласына барады, бірақ ол жерде клуб болмағандықтан ол жерде өзіне иеленеді. Және келесі клуб бізде ол Мақтаарал клубы және Мақтаарал клубы дәл Қайрат секілді Қызылорда жерін өзіне алады. Және келесі клуб бізде ол Шахтер клубы. Шахтер клубы бізде Қайрат клубына қарсы ойнайтын болады және екі клуб та мықты, бірақ та жеңіске жеткен клуб ол Қайрат клубы. Әрине 3-2 есебімен жеңді. Өте қызықты ойын болды және үлкен аумаққа ие болды. Келесі ойнайтын клуб ол Тобыл клубы және Тобыл клубы қарсы ойнайды Ақтөбе клубына және екеуі де өте мықты клубтар және бірақ жеңіске жететіні Ақтөбе командасы пенальти арқылы осылайша жеңіске жетті. Өте тартысты ойын болды және Ақтөбе өзінің шекарасын үлкейтті. Және келесі болып бізде ойнайтын клуб ол Ақсу клубы. Ақсу клубы бізде ойнайды Қайратқа қарсы. Қайрат әрине өте мықты клуб және Қайрат бұл жерде жеңіске жете ала ма? Жеңіске жетті 3-2 есебімен. Әрине өте қызықты ойындардың бірі болды. Қайрат өзінің жерін үлкейтуде және келесі болып ойнайтын клуб бізде бұл Оқжетпес клубы. Оқжетпес клубы бізде қарсы ойнайды. Бұл жерде Қайрат клубына қарсы және екі клубта негізі мықты, бірақ әрине жеңіске жететіні Оқжетпес жеңіске жетті. Сенсация. Және Оқжетпес клубының шекарасы осындай өте үлкен болып кетті. Және келесі клуб бізде Қызылжар клубы және Қызылжар клубы қайтадан Оқжетпеске қарсы ойнайды. Оқжетпес бүгінгі ойында және жеңіске жете ала ма? Әрине жеңіске жете алады. Яғни тағы да өзінің шекарасын үлкейтті. Осылайша әрине Оқжетпес 45% алып тұр Қазақстанның. Және Оқжетпес клубы тағы да ойнайды және Мақтаарал клубына қарсы ойнайды. Мақтаарал кім жеңіске жетеді екен қазір бірге көретін боламыз. Және Мақтаарал клубы пенальти арқылы жеңіске жетті. Өте қызықты ойын болды. Мақтаарал клубы өте үлкен аумаққа ие болды және бізде келесі болып ойнайтын клуб ол тағы да Мақтаарал клубы және Мақтаарал клубы қарсы ойнайды Ақтөбе клубына және Ақтөбе клубы өте мықты, бірақ жеңіске жетеді. Ақтөбе клубы 66 минуттағы Филипповичтің голы арқылы және Ақтөбе өте үлкен аумаққа ие болды. Және бізде келесі болып ойнайтын клуб ол Каспий клубы және ойнайды Атырауға қарсы. Екеуі де батыстың клубтары, өте мықты клубтар десек те болады. Және жеңіске жетті бізде. Каспий жеңіске жетті. 2-3 есебімен өте қызықты ойын болды. Және келесі ойын бізде Каспий мен Ақтөбе арасындағы финалдық ойын. Және кім жеңіске жетсе сол КПЛ чемпионы атанады және бұл жерде Ақтөбе оңайлықпен Қазақстан чемпионы атанды. Ақтөбені чемпиондығымен құттықтаймыз. Осымен видео аяқталды. Лайктарыңызды басып арнаға тіркеліп кетіңіздер.